Қазақстан мен Еуропалық одақ елдері арасындағы визалық режим жеңілдейді. Сондай-ақ көлік логистика, цифрландыру, энергетика, маңызды минералдар, ауыл шаруашылығы сынды салалар бойынша да серіктестік жандана түспек. Бүгін мемлекет басшысы мен Еуропалық кеңес президенті Ақордада келіссөздер жүргізді. Маңызды кездесу жайлы тілшіміз Нұрсұлтан Тілектес тарқатады. Биыл Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы кеңейтілген әріптестік және ынтымақтастық туралы келісімге қол қойылғанына тура 10 жыл. Сондықтан Еуропалық кеңес президенті Антонио Коштаның Қазақстанға сапарының символдық мәні бар. Қазір Ақордада мәртебелі мейман мен президент екі жақты байланыстарды одан әрі дамыту перспективаларын талқылап жатыр. Сіздің сапарыңызға ерекше мән береміз. Бұл Қазақстан мен Еуропа одағы арасындағы сан қырлы ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге қос тараптың да дайын екенін көрсетеді. Біз өзара құрмет пен түсіністікке негізделген берік әрі мазмұнды серіктестікті қолдаймыз. Осыдан бірнеше күн бұрын Брюссельде өткен Еуропалық одақ Қазақстан ынтымақтастық кеңесі отырысының нәтижесіне жоғары баға беремін деді президент. Ал Антонио Кошта арадағы ықпалдастықтың қарқынын дамып келе жатқанын атап өтіп, Еуроодақтың елімізбен жан-жақты ынтымақтастықты одан әрі тереңдетуге дайын екенін жеткізді. Соңғы 10 жылда Еуропа одағы Қазақстанның ең ірі сауда серіктесіне айналды. Өз кезегінде Қазақстан Еуропаға мұнай мен уран жеткізуші елдердің үштігіне кіретін мемлекет ретінде экономикалық қауіпсіздігімізді қамтамасыз етуде негізгі рөл атқарады. Бүгін біз қарым-қатынасымызды нығайтудың және экономикалық байланыстарды дамытудың жаңа кезеңіне қадам басамыз. Кездесуде екі жақты қарым-қатынастың ауқымды мәселелері қарастырылып, көлік логистика, цифрландыру, энергетика, маңызды минералдар, ауыл шаруашылығы секілді перспективті бағыттарға баса мән берілді. Сондай-ақ Қазақстан мен Еуропалық одақ елдері арасындағы визалық режимді жеңілдету жұмыстары басталғаны айтылды. Еуропалық одақ соңғы 8 жылда ешқандай елмен арадағы визалық режимді жеңілдету бойынша келіссөздер жүргізген жоқ. Қазіргі таңда заңсыз миграциямен күресіп жатқан Еуроодақтың Қазақстанмен арадағы визалық режимді жұмсартуы үлкен қадам. Олар бізді сенімді серіктес деп біледі және арадағы сан салаға серпін беруге әзір. 2005 жылдан бері елімізге келген инвестицияның жалпы көлемі 200 миллиард долларға жуықтады. Еуропа одағының орталық Азиямен сауда саттығының 80% Қазақстанға тиесілі. Президент Қазақстанда энергетика, көлік, цифрландыру және өнеркәсіп салаларында қызмет ететін 4000-нан астам еуропалық компания жұмыс істейтінін айтты. Сонымен қатар Қазақстанның еуропалық бизнеске тұрақты әрі ашық инвестициялық климатты қамтамасыз етуге бейіл екенін растады. Осы байланыстар нығая берсін әрі Қазақстан мен Еуропалық одақ арасындағы кеңейтілген әріптестік және ықпалдастық туралы келісімге қол қойғанына 10 жыл толуына орай президент Антонио Коштаны бірінші дәрежелі достық орденімен марапаттады. Mr. Antonio Costa is awarded the Order of Dostық of the first degree. Бүгінде Қазақстанда Еуропа одағы экономикасына қажетті 34 шикізаттың 19 түрі өндіріледі. Сондай-ақ Еуропа одағы шетелден импорттайтын мұнайдың 13%-ға жуығы біздің елімізге тиесілі. Ал Транскаспий дәлізінің кәрі құрлығы үшін маңызын айтпаса да түсінікті. Бірлескен мәлімдеме жасаған Қасым-Жомарт Тоқаев пен Антонио Кошта бүгін өте нәтижелі келіссөз жүргізілгеніне, кездесу емен жарқын, достық рәуіште әрі конструктивті сипатта өткеніне тоқталды. Қазақстан мен Еуропа одағын өзара сенім мен түсіністікке негізделген жан-жақты ынтымақтастық байланыстырады. Біз көптеген мәселені қарастырып серіктестігімізді жаңа әрі сапалы деңгейге шығаруға ниетті екенімізді растадық. Ал Антонио Кошта Еуропалық одақ пен Қазақстанның серіктестігі нақты нәтиже беріп отырғанына назар аударды. Осы аптада Брюссельде визалық режимді жеңілдету жөніндегі келіссөзді бастадық. Бұл уағдаластық Қазақстан мен Еуропа азаматтары үшін өте маңызды екенін жақсы түсінемін. Келісімге қол қойылғаннан кейін азаматтарымыздың барыс-келісі, алыс-берісі жиілеп, білім алып, жұмыс істеуіне оңтайлы жағдай туады. Келіссөздер барысында орталық Азия мен Еуропа одағының алғашқы инновациялық кампусын Астана хаб аумағында орналастыру мүмкіндігін қарастыру туралы келісімге қол жеткізілді. Сарапшылардың пікірінше ең алдымен сауда-экономикалық байланыстарды нығайтуға баса мән берген жөн. Президент биыл өткен орталық Азия Еуропа одағы саммитінде Қазақстан Еуроодақ нарығына жалпы құны 2 миллиард доллардан асатын 175 тауар түрінің экспортын ұлғайтуға дайын екенін айтқан еді. Нұрсұлтан Тілектес, Дәулетбек Абдрахман, президент телерадио кешенінің көмегімен ұлттық арна.